ортаңдағы әлемдегі көшпенді номадтардың сан ғасырлар бойы, мыңдаған жылдар бойы Евразия даласында, басқа да планетамыздың жазық далалы жерлерінде пайда болған көшпенді номадтардың киіз үйлері туралы болады. Жалпы адамзат перзенті соңғы 1 миллион жылдың ішінде алғашында тас үңгірлерді пайдаланса, кейінгі жылдары ол жазық далаға, тау аңғарларына, саванналарға, оазистерге, өзен аңғарлары, шалғынды жерлер, жалпы өмір тіршілігіне, тұрмысқа және шаруашылыққа ыңғайлы жерлерді пайдаланғанда, олар ең алғашқы өзінің тұрақтарын жасауға мүмкіндік алды. Біздің ойымызша, бүгінгі таңда біз ең бірінші жалпы киіз үйлердің, жалпы оның арғы жағындағы айталық ағаштан жасалған, немесе басқа да суықтан, немесе табиғаттың күрделі болмыстарынан қорғануға ең алғашқы адамдардың шаруашылық әрекеттері деп айтуымызға болады. Біріншіден, біздің ойымызша, біздің бірінші тақырыбымыз бұл жалпы әлем көшпенділері немесе номадтарының киіз үйлерінің жалпы пайда болуы. Оның кеше және бүгінгі жағдайда этномәдени мұра ретінде этнография, тарих, мәдениет, туризм, өлкетану, тағы басқа ғылыми бағыттарына, оның рекреациялық, оның экономикалық, оның интеграциялық мүмкіндіктерін ашу болып табылады. Осы орайда біздің бірінші тақырыбымыз бұл жалпы әлемдегі көшпенділердің киіз үйлері деп айтуымызға әбден орынды. Осы уақытқа дейін киіз үй туралы біз атақты зерттеуші Виктор Зайберттің ботай қонысы туралы жәнегі пікірге назар аудардық. Ботайлықтардың дүние жүзінде ең алғаш жылқыны және басқа да үй жануарларын қолға үйрету жөнінде бұдан 3,5-4 мың жыл бұрын адамзат тарихнамасында тұңғыш рет жылқыны қолға үйрету жөнінде тек қана отандық ғалымдар емес, Европа ғалымдары назар аударды. Осы орайда олар жылқыны қолға үйрету барысында ботайлықтар өздерінің тұрақтарын, яғни табиғат апаттарына, табиғаттың күрделі құбылыстарына, ауа температурасына, тағы басқа жердің құрғақ, тағы басқа географиялық ерекшеліктеріне байланысты өздерінің алғашқы тұрақтарын тапты деп болады. Бірақ жақында өткен Назарбаев университетінде Қазақстан ұлттық географиялық қоғамында біз Зайберт атақты археологтар, сосын Зейнолла Самашев және Таймағанбеттермен сөйлескенде, Таймағанбетовтің айтуынша ең алғашқы Андрон мәдениетіне деп жататын алғашқы Қазақстан және Орта Азия, жалпы Евразия даласында мекендейтіндердің тұрақтары туралы айтылып өтті. Бір қызығы, зерттеуші Жәкен Таймағанбетовтің айтуынша, ең алғашқы Ертіс бойынан, өзен бойынан Шүлбі жәнегі аңғарында бұдан 25 мың жыл бұрын
кәдімгі киіз үйдің негізгі текнамасы деуге болады, табылғаны айтылды. Демек, мынау қазіргі біздің классикалық киіз үйдің үлгісі болатын болса, міне сіздердің назарларыңызда біздің мына кешегі Сібір хандығының территориясында орналасқан саха якуттердің мына чум дейді. Осылары Таймағамбеттің айтуынша ең алғашқы жәнегі киіз үйлердің жәнегі отаны деп пікір қалыптастыруда. Зерттеуші Таймағамбеттің айтуынша киіз үйдің орнында мына шум сияқты, қазақша енді лашық дейміз, абылайша дейміз. Осының орны қалғанда тасқайланған, және сол жерде ошақ болған екен. Ошақ тастан қаланып, яғни оны ошақты жылытқан уақытта, от жаққан уақытта тас ысып, жәнегі шумның немесе тұрақ орда деп айтып жүрміз қазір. Номадтардың тұңғыш тұрақ ордасында жылы болған. Ал енді оны кейбіреулер айтады, осы ағаштарды тік қойғаннан кейін, міне айталық Андроновтардың да реконструкциясын қарап отырмыз. Бұл енді ресейлік шығыстанушылардың ғалымдарының интернет ресурстарынан алынды. Мына жерде енді бүгінгі киіз үйдің дизайнын айтуға болады. Мысалы, мына Африка немесе Алжир немесе оңтүстік Еуропа тән, мысалы Палозаны да айтып кетуге болады. Енді сақтардың киіз үйлері өзінше бір бөлек. Енді мына жерде сақ моншасы деп аталатын Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданындағы Тарбағатай етегіндегі киіз үй композициясы. Яғни қонақ үй, монша, тамақ ішетін жер, тағы да демалатын жер сияқты оншақты киіз үйдің міне тау етегінде. Демек, бұлардың қайталануы бекер құбылыс емес. Біздің ойымызша бұл кешегі ата-бабаларымыздың, яғни гигиеналық, этнографиялық, географиялық, тарихи, мәдени, философиялық тағысын тағы құндылықтарының болғандығын көрсетеді. Бірінші бөлім бойынша осы тыңдағаныңызға рахмет. Енді сәлден соң келесі бөлімді